Сәлем достар, сіздермен бірге Лоли және де менің артымда тұрған үлкен криперді көріп сіздер де таңғалған боларсыздар. Бүгін мен каналымда жаңа рубрика ашамын. Ол модтарды қарау деп аталады. Біз бұл жерде әртүрлі модтарды қараймыз. Бүгін мен криперлер жайлы модты таптым. Енді соны обзор етем. Мыняқта қыз крипер тұр, фиолетовый. Бұл мод different creepers деп аталады. Және де біз бүгін оны обзор етеміз. Біріншісі, ал егер сіздер осы рубрикаға қуансаңыздар, сіздерге ұнаса лайк басыңыздар. Ал біз кеттік. Бірінші крипер ол торт крипер. Мынадай 20 жизни бар. Бір қызық крипер. Олар жарылама көру керек. Давайте біз не істейміз? Зажигалка алып жарып көреміз, сөйтіп әрқайсының жарылғанын көреміз. Так. Тубір. Жаңа шығып еді. Түрінай. Так. Тубір жаңа шығып еді. Поджечь деген сөз неғды. Қазір біреусін бір нәрсе ғып жарып көрекші. Міне. Жарылысы обычный криперге қарағанда үлкен. Және одан порох пен, конечно же, тортик шығады. Ол тортик крипер болған соң 4 торт шықты. Мәссаған. Сіз выживанияда жүргенде не істей аласыз? Мынаны көрейікші енді. Бұдан ешнәрсе шыққан жоқ. Мейлі. Күшті крипер. Сізде комментарияға жазып жібердіңіздер. Қандай крипер сізге қатты ұнады? Екінші крипер ол крипер печенька. Мәссаған. Оған кәсіпі сосын барамыз. Крипер пішни жетік деп болады қазақша. Ал қане көрейік. Бұл мынадай маған ұнамайды кішкене осындай крипер бой тоқы. Бұл модтың бір жаман жері бар. Барлық криперлердің жұмыртқасы бірдей. Спавнить ететін жұмыртқалары бірдей. Сондықтан оларды различать ете алмайсың. Міне. Жарылысы күшті емес. Или күшті. Бірақ тортқа қарағанда жарылысы үлкенірек десе де болады. Ане тағы біреуін жарып көрекші. Печенька. Бір нәрсе шықпай ма одан? По идее, бұдан не шығу керек? Печенье. Бірақ та бізге шықпай жатыр. Тегі түр-түрі жүр криперлердің. Қазір оларды көреміз. Енді бұл темный крипер. Темный крипер дейді. Көздері, мәссаған көздері хераблин сияқты. Осындай бір сұр әдемі крипер, аяғы финиш сияқты. Давайте жарылсын көрейік. Бұл крипер түн жасайды екен. Мәссаған күшті екен. Мен өзім бұл модты әлі қарағанда жоқпын. Мен өзім скачать еттім да, сразу видеоны бастап кеттім. Бұдан былай етпеймін, кішкене қара болу керек. Бұдан да еш нәрсе шықпайды. Қазір біз азанды жасайық. Так. Міне. Оны қарап біттік. Бұл жер крипер.
Қараңыздаршы, не болған? Не болып жатқанын. Я, бұл криперлердің бәрінде 20 жизнь сияқты. Сенде қанша 20? Оны жандырып көрейік. Жарылысы нормальный. Бәрі жай криперге қарағанда күштірек. Я, бұдан да ешнәрсе шықпайтын сияқты. Ал енді біз осындай крипер, ал енді келесіге көшеміз. Келесісі бір қандай десем болады, бір қызық крипер. Электрический. Сап-сары әдемі крипер. Бұл басқа криперлерден ерекшеленбейтін шығар деп ойлаймын. Көрейікші, электрический болған соң жарылысы қатты деген бұлардың. Жарылысы обычный. Я, бірақ басқаларға қарағанда үлкен бе, білмеймін. Келесін көрейік. Ол эндер крипер. Оу. Бізге сен жару. Тезірек, мені осындай болады. Тезірек жар. Бұл жарылмай ма? Мәссаған. Бұл жарылмайды екен. Тегі. Бұл жарылмайтын крипер, я. Жарылмайтын крипер сияқты. Қазір біз бір қолымызға қылыш алып алайықшы. Так, бұндай емес, мынандай қылыш алып сөйтіп әрқайсысын өлтіріп көрейікші, не шығады. Так, бұдан торт шығатынын білдік, көрдік, порохпен торт. Ал мынадан ше не шығады? Мен айттым ғой, печенька шығады деп. Мынадан не шығады? Бұдан не шықты көрейікші кәні. Бұдан не обычный порох шықты. Мына криперден не шығады? Жер шығады, конечно же. Қанша стак жер шықты өзі? Мәссаған 32 жер шықты. Электрический криперден ше. Не шықты, мен көрмей қалдым. Еш нәрсе шыққан жоқ. Жай ғана порох шығады екен. Я. Ал енді келесі криперлерге барайық. Келесі криперлер. Так, қайда олар? Міне. Так, мен қазір. Біз жаңа эндер криперде тоқтады. Енді арғарай вот крипері, дос крипер, гидроген крипер. Так. Міне гидроген крипер, ледяной крипер, және жарық крипер. Достар, жалғастырамыз, криперлердің келесі партиясына барайық. Бұл вот крипер дейді. Так, түріңді көрсете ғой. Бұл жаңа ғана печенье криперден айнымайды екен, жоқ. Анау тұрған печенье крипер, анау вот крипер. Так, вот крипер. Мынау бір жазық жерге шықшы. Міне, сен тезірек жарып көрейік. Жарылысың. Мәссаған деуге де болады. Бірақ бұл жерде, достар, барлық крипердің жарылысы бірдей сияқты. Ал енді оны өлтіріп көрейік, одан не шығады екен? Жай ғана порох. По идее, достар, одан порох емес, басқа бір нәрсе шығу керек. Порохқа ұқсамайтын. Жарайды. Дос крипер дейді. Оу. Бұл басқа криперлерді атаковать ете ме? Дос крипер жарылмайтын сияқты. Я, дос криперлер жарылмайды. Олар дос криперлер. По-моему, оларды бір нәрсемен приручать етуге болады. Давайте порохпен приручить етіп көреміз. Бұл модтың описаниясын оқыған жоқпын. Инструкциясын онша білмеймін. Так. Оны приручить етпейтін сияқты. Мәссаған ол монстрларды
атаковать етеді екен. Крипер, пауықтың үстінде отқан скелет онша көп кездеспейді. Так, бүйтіп қойайық. Дос криперден не шығады екен? Ешнәрсе шықпайды. Өйткені ол дос крипер ғой. Кеттік. Гидроген крипер мәссаған атомный бомбаны сурет тұр. Порох, как всегда. Міне. Бұл жаман жарылатын сияқты. Мәссаған, ё-майы. Жаман жарылды ғой, тегі бедрокқа шейін. Шынымен де. Олар не аспаннан түсе ме не? Так, жарайды, кеттік. Келесісі. Ол ледяной крипер, мұзды крипер. Жарылысын көрейік бірінші. Осы обычный. Тезірек обзорды бітіру керек. Әйтсе видео ұзақ болып кетті. Мәссаған. Одан көп нәрсе шықты. 32 қар, 12 мұз және 16 қар снежок. Боец. Жаңағы электрик крипер ма, әлде мен оны не істеп отырмын ба? Шатыстырып отырмын ба? Білмеймін мен электрик криперді. Так, no light крипер. Қандай сүйкімді. Сүйкімді болғанмен жарылысы да күшті екен. Бірақ бәрі анау атомный криперге тең келмейді. Мәссаған 24 светокамень. Бұл светокамендерді тұзаққа портал жасап барғанша осындай криперлерден алысыған жақсырақ деп ойлаймын. Бірақ бұл криперлердің дос криперден басқаның барлығы выживания кезінде сіздерді атаковать етеді. Так, арғарай көрейік. Қайсында біз лайт криперде тоқталдық. Енді арғарай реверс крипер, солар крипер, спайдер крипер және стоун тас крипер. И мынау крипер, гигант крипер. Содан бастайық гигант криперден. Бұл жаңа сіздер видеоның басында көрген крипер. Так, тезірек аяқтайық. Оны жарсақ жарылысы жаман. Мәссаған. Ё-майы. Бұларды жарған дұрыс емес деп ойлаймын. Мен Майнкрафтым қатып кетті. Және жарылысы өте жаман. Бұл не крипер? Бұл жай ғана крипер ма не? Аударылып қалған крипер. Жарылысы тоже нормальный. Жай ғана порох шығады. Көпірейіп. Енді бұл не? Бұл жаңақ көрген крипер ғой, жарылысыңыз қандай мырза? Бұл нені жасайды екен, бұл крипер азанды жасайды екен. Түнде өлтірсеңіз азан қыл жүреді екен. Кеттік келесіне. Бұл не? Өлмекші крипер. Жаңа басында көргенбіз. Скорость. Бұл крипер маған скорость емес, басқа бір берді, ё-майы. Қазір сүт іше салуға болар, бірақ та біз обзорды жасай береміз. Так, сенен не шығады? Паутинамен, өлмекші крипер ғой. Және соңғы мынау тас крипер. Соңғы ме? Бұдан да тас шығады.
Мен просто ютубта 15 минуттан ары видеолар жасасам кішкене қатады да кірмейді. Сондықтан соңғы болды. Сіздермен бірге болған мен Лоли. Сау болыңыздар, достар. Лайк басып, коммент жазыңыздар.